Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін математика мұғалімдері үшін өте сапалы, пайдалы ақпараттарға толы сайтты таныстырғым келеді. Бұл Казмаз.нет деп аталады. Бұл сайтта сөздіктері бар, математикадан ағылшын, қазақша термин сөздер, видео сабақтары бар, емтихан жұмыстары бар, түрлі сапалы кітаптар бар, сынақ емтихан жұмыстары бар, интерактивті режимдегі тесттер бар, ресурстар, түрлі курстар, ауызша есептер шығаруға арналған ментальды арифметика, сөз жұмбақ, фильберт, топқа бөлу, оқушыны таңдаудың әдістері, калькулятор, сонымен қатар тағы да оқушыны таңдауға байланысты жұмыстар, мына жерде онлайн таймер, онлайн сағат, түрлі ойындар, барлық сабаққа қажетті, математика сабағына қажетті дүниелердің барлығын осы Казмаз деген сайттан таба аласыз. Мәселен қарастырайық. Мысалы біз фильберт дегенді қарайық, оны біз қалай қолданамыз, яғни қолдану деген батырманы басасыз. Бұл жерде жасырылған сөзді табуымыз керекпіз. Егер сіз өзіңіздің сабағыңызда қолданатын болсаңыз, онда біз құрастыру дегенді басамыз да, мысалы, кез келген сөздерді енгізейік. Арифметика, алгоритм, математика, өрнек, тағы да теңсіздік, теңдеу, квадрат деген секілді қостық. Сосын құрастыру деп басамыз. Ол кезде бізде мына жерде құрастырып берді. Осының ішінде біздің жаңағы жасырған сөздеріміз тұр. Шешімін көрсетуді басатын болсақ, мына жерде өрнек деген сөз бар, мұнда алгоритм деген сөздер бар. Осылай етіп сабаққа әп-сәтте құрастырып алсаңыз болады. Келесі мына жерлерде онлайн сабақ бар. БЖБ, ТЖБ алған кезде біз таймер қоямыз, секундомер қоямыз. Сондай кезде біз басқа да сайттарды ақтарып жүрмей, егер сіз математика пәнінен берсеңіз, осы сайттың сізге тигізер пайдасы өте көп. Мәселен, қолдануды басамыз да, мына жерде БЖБ-ға бізде әдетте 20 минут жұмсалады. 20 минут дейміз де, сосын болды, осылай тақтаға шығарып қойсақ болады. Дәл сол секілді сіз мына жерде калькуляторды қолданасыз. Оқушыны таңдау дегенге барайық. Мысалы, оқушыны таңдау дегенде мұнда оқушылар тізімі бар. Сіз мысалы тізімдердің аттарын өзгертсеңіз болады. Мысалы, мұнда Ерасыл, Азамат, Айдана деп әрі қарай өзгерте бересіз. Сосын сақтау дейміз. Одан кейін барып таңдау дейміз. Басатын болсақ, Ерасыл таңдап қайтадан жасау дейміз де, әрі қарай осылай жалғастыра берсеңіз болады. Сайтқа кіріп, осы сайтты өзіңіздің сабағыңызда қолдануға кеңес беремін. Сөз жұмбақтар, тесттер, түрлі ауызша есептердің, қызықты логикалық есептердің түрі бар. Видео сабақтар көрсеңіз болады. Егер сіз ағылшын сабағын кірістіріп оқытсаңыз, термин сөздерді пайдалансаңыз болады. Мысалы, қаншама математика ғылымына қатысты түрлі термин сөздерді беріп қойған, осыларды пайдалансаңыз болады. Немесе түрлі үш тілдегі кітаптардың электронды нұсқасы барлығы осы сайтта табылады. Уәделеріңізге жарасын, назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.